Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін заказға пісірген нан тоғызымды көрсетемін. Әдемі әрі ерекше. Ол үшін бір кесе суымызға 5 қасық шекер, бір ас қасық дрожжымызды және де 3-4 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, өзі көтерілгенше қойып қоямыз жылы жерге. 10-15 минуттан кейін көтерілген қамырымызды алып, керсенге 4 бокал сүтімізді құйып аламыз. Оған жаңа қоспамызды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Бір зуадай қамырымызды алып қалып, қалғанын жылы жерге қойып қоямыз, қатты көтерілгенше. Бөліп аламыз осындай. Оған андай пищевой краситель деген болады, соған ыстық суға осылай өзімізге керек түсін алып аламыз да, жаңа қамырымызға бояуды қосып, осылай илейміз. Менде краскасы сәл аздау болып қалды, тағы бір қасық қосамын. Осылай қылып қамырымызды илеп, бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Бұл қамырымызды 20 минуттай көтерілгенше күтеміз. Осылай зуалаларға бөліп, осылай жаямыз. Шіле қатты жұқа, шіле қатты қалың болмау керек. Міне осылай қойып, ортасынан пиалай қойып, жан-жағын осылай кесіп, гүл жасаймыз. Енді мынандай шеттерін шымшып шығамыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі күлше болды. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі күлше болды. Міне қалған қамырымыз көтеріліп, ашып, дайын тұр екен. Енді одан круассан жасаймыз. Ол үшін бізге осындай кішірек бөлшектен 12 кішкене зуала керек. Оны алтаудан осылай орташалау етіп жайып, арасына бөлме температурасындағы сармайды жағып, 6 қабаттан 2 бөлек қамыр дайындаймыз. Және оны демалдыруға 15-20 минутқа демалдыруға жібереміз. Осылай демалдырамыз. Демалғаннан кейін бір 20-30 минуттан кейін қамырымызды алып жайып бастаймыз. Астын майлап жіберіп, оқтаудың көмегімен осылай дәу қылып жайып аламыз. Және ортасынан, жанынан осылай кесіп, рогаликімізді орауға дайындаймыз. Осылай кесіп алғаннан кейін рогаликіміздің ішіне шоколад салып орайтын боламыз. Шоколадымызды орналастырып шығамыз. Шетінен ортасына қарай рогаликилерімізді орайтын боламыз. Рогаликилеріміздің ортасы сармай жағы орағаннан кейін өте қатпарлы, жұп-жұмсақ болып шығады. Осылай орап қойғаннан кейін 30 минуттай тағы да рогаликіміз көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне рогаликилеріміз дайын, бетіне сахарный пудра себеміз. Енді қалған қамырымыздан картина жасауға кірісеміз. Бізге ол үшін осындай бөліктер керек болады. Менде дәу зуала ол картинаның астын дайындау үшін, және осылай майда-майда зуалалар картинаның бетіне және де ручкасына керек. Осылай қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Ортасына кесені қойып, жан-жағына пышақпен осылай тесіп шығамыз. Қамырымызды осылай дайындап аламыз. Мындай тостаққа фольга болмаса пищевой қағазды қоямыз. Бетіне жаңа қамырымызды осылай қойып, жұмыртқаның сарысын жапып шығамыз. Енді тұтқасын және картинамыздың аузын дайындау үшін осылай қамырымызды өріп шығамыз. Міне картинаның аузы. Енді картинамызды біріктіреміз. Осылай біріктіреміз. Зубочисткамен осылай қамырларымызды біріктіріп шығарамыз, бір-бірінен ажырап құлап кетпес үшін. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып отыр. Ішіне бауырсақ пісіріп, немесе кішкене күлшелер пісіріп салсаңыздар болады. Міне тұтқасын жаңа төңкеріп тұрған тостақ бар ғой, картинаны пісірген, соған қойып пісіріп аламыз тұтқасын. Менде видеоға түспей қалыпты. Бұны да жақсылап зубочисткамен осылай
қойып шығамыз. Міне біздің кардинамыз дайын. Мен ішіне осылай 7 күлше пісіріп, ішіне салып қойдым. Өте әдемі көріну үшін. Енді сіздерге осылай түрлі түсті булочка дайындау әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге осылай 4 пиалай керек. 4 пиалайдың ішіне жарты пиалайдан төменірек қылып ыстық су дайындап аламыз. Ол ыстық суға өзімізге керегінше пищевой красительді салып шығамыз. Осылай қозғап красителіміз жақсылап еру керек. Өзімізге керек түсті алып аламыз. Міне қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін міне сіздерге жазып кеттім толық не керектігін. Енді оған ұн қосып, бір бокал ұн қосып, бірінші жақсылап араластырып аламыз. Осылай сұйықтау қоспа пайда болады. Енді оны 4 ыдысқа бөліп аламыз. Міне бірінші сұйықтығымызды алып, оған сары бояуымызды қосып, жақсылап араластырып, ұн салып, қамыр илейміз. Қамыр илеп болғаннан кейін кемінде 30-40 минутқа жылы жерге июін қандырып қойып қоямыз. Енді екінші сұйықтығымызды құйып, оған жасыл түсті араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Оған да ұн салып, июін қандырып, кемінде 30-40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыздың барлығын жақсы болып көтерілу керек. Осылай бірінен соң бірін илеп, төртеуін 4 ыдысқа жайғастырып, бетін майлықпен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр өзінен 2-3 есе болып, әдемі болып көтерілу керек. Міне біздің қамырларымыз дайын. Екі қамырды осылай бірінің үстіне бірін қойып, қақ ортасынан кесіп, ортасынан шетіне қарай орап, осылай пышақпен кесіп, бір-біріне осылай ораймыз. Қараңыздар, қандай әдемі булочка пайда болды. Өздеріңіздің қалауларыңызша орауға болады. Осылай орап, кемінде 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште булочкаларымызды пісіріп аламыз. Булочкаларды пешкаға пісірген кезде қатты градусқа қоймау керек. 200-240 градуста қойып пісіріп алыңыздар. Сол кезде булочкаларыңыз әдемі болып көтеріледі. Міне сіздерге булочканың орау әдістерінде көрсеттім. Міне бүгінгі менің нан тоғызым, заказға піскен нан тоғызым дайын. Қараңыздаршы, қандай ерекше, әдемі. Дәмі бояудың дәмі шығып кетеді деп қорықпаңыздар. Ешқандай да бояудың дәмі болмайды, тура булочканың дәмі. Егер құдалыққа осылай пісіріп апарсаңыздар, болмаса үйде отырып заказ алсаңыздар да болады, нан тоғыз жасап. Өте әдемі, ерекше көрінеді, барлығы таңғалатын болады. Осылай әдемі етіп, пленкаға орап қоямыз. Маған тіркеліп лайк басыңыздар.